Параграф 3. 3-те 1-ші және 3-те 2-ші есептер. Оңға, солға жылжыту керек болса, біз онда x-ті жылжытамыз. Ал егерде солға және жоғары және төмен болатын болса, ол бізде y-ке байланысты болады. 3-те 1-ші есеп. Біріншісінде айтады, оңға қарай 4 бірлікке жылжытыңыз дейді. Демек біз мұндай x-тің мәні 2 ғой, соған 4-ті қосамыз, сонда 6-да 3 деген нүкте шығады. А1-іміз 6-да 3. Келесі екінші, солға қарай 2 бірлікке дейді. 2-де 2-ді азайтамыз, сонда бізде 0 болады. А1 0-де 3 нүктесі. Келесі 3-те солға қарай 1,2 бірлікке жылжытыңыз дейді. Мұнда біз 2-ден 1,2-ді азайтсақ 0,8 болады. А1 0,8-де 3 нүктесі. Келесі 4-ші А1 бізде тек болады. 3,7 бірлікке оңға қарай болсақ қосамыз, 5,7-де 3 болады. 3-те 2-ші есеп. Мұнда біріншісінде оңға қарай 3 бірлікке жылжыту қажет екен. -2-ге қосамыз 3-ті 1 болады. Біріншісінде 1-де 4 болады. Келесі екіншісінде солға қарай 3 бірлікке болатын болса, -2-ден азайтамыз, -3-ті -5-де 4 болады. Келесі үшінші, солға қарай 2,3 бірлікке дейді. Онда азайтамыз, сонда -4,3 болады. -4,3-те 4 нүктесі. Төртінші, оңға қарай 4,5 бірлікке жылжыту керек дейді. Мұнда 2,5-де 4 болады. Келесі бізде 3-те 3-ші есеп. Жоғары қарай 3 бірлікке жылжыту қажет екен. Демек, енді бізде y-ке қарастырамыз. Жоғары қарай 3 бірлікке болатын болса, бізде -1-де -1 болады. Одан кейін екіншісінде төмен қарай 2 бірлікке дейді. Демек, 1-де -6 болады. Үшіншісінде төмен қарай 3-те 2 бірлікке дейді. Төмен қарай болса, 1-де -7-де 2 болады. Келесі төртіншісі жоғары қарай 5,4 бірлікке жылжыту керек. 1-де 1,4 болады. Келесі бізде 3-те 4-ші есеп. Біріншісінде төмен қарай 3 бірлікке дейді. Демек, -2-де -4 болады. Екіншісінде жоғары қарай 3 бірлікке дейді. -2-де 1 болады. 2 болады. Үшіншісінде жоғары қарай 4,3 бірлікке дейді. -2-де 3,3 болады. Төртіншісі төбе қарай 7,5 бірлікке болса, -8-де 8,5 болады.